Бір данагөй кісі адамдарға не маңызды екенін және ең басты уақытын неге жұмсайтынын білгісі келеді. Үш адамнан сұрайды: саған ең маңызды не дегенде үшеуі де мен үшін жанұям дейді екен. Сонда тексеріп көрелік деп ол кісі үш ер кісінің ең соңғы төлемдерін тексереді. Жақын арада неге төлем жасағаны жайында сұрайды. Сонда жақын арада мен жаңа ұялы байланыс телефонын алдым, үйдегі теледидарға абонемент алдым дейді. Екіншісі қымбат брендтерден киім алдым дейді, өзіне шетелге осындай саяхат алдым дейді. Ал үшіншісіне келген кезде үшіншісі жанұясымен мейрамханада болған екен, балаларының қосымшасына төлем жасаған екен, әйелімен бірге кинотеатрларға барған екен. Ал енді сонда айтады: мен сіздерді түсіндім дейді. Үшеуіңіздің екеуіңізге жанұяңыз мүлде қызық емес және сіздер оған ешқандай да күш жұмсап жатқан жоқсыздар. Сіздер тек өздеріңіз үшін өмір сүріп жүрген адамдар екенсіздер дейді. Неге деп қарсы тұра келеді ол ер кісі. Енді көрсеттім ғой сізге дегендей. Сонда айтады: мінекей ең басты жанұясын ойлайтын кісі бұл міне балаларының болашағын ойлайтын, балаларының күнделікті демалысын ойлайтын осы кісі мейрамханаға апарып жатыр, қосымшасын төлеп жатыр, әйелінің де көңілін тауып жатыр. Ең басты дүние осы дейді. Сіз де дәл осылай өзіңіздің соңғы жасаған төлемдеріңізді тексеріп көріңізші, сізге не маңызды екенін сонда білесіз. Парақшама тіркеліп алыңыз. Ақпарат маңызды болса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.